Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге қазақша арнасы. Бүгінгі видеода мен ұлт бостандығы мен егемендігінің құрбаны, халықтың қаһарман қызы Ләззат Асанова туралы айтатын боламын. Ләззат Оразхан қызы Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан білімді болып өсіп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Алматыда 1986 жылғы 17-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы азаттық көтерілісіне белсенді қатысады. Ол қаладағы жаңа алаңға, яғни қазіргі республика алаңына алғашқы ерушілердің қатарында қазақтар кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетеді. Біз еліміздің тәуелсіздігін жеңіп алған кезде ғана азат бола аламыз деген ұранмен шығады. Көтеріліс қатыгездікпен жанышталғаннан кейін басқа да ұсталған 87 адам қатарында Қазақ КСР-ның 65-ші бабымен айып тағылып қамауға алынады. 1986 жылғы 17-18 желтоқсанда Алматы қаласында болған оқиғаларға түпкілікті баға беру жөнінде Республика Жоғары Кеңесінің төралқасы құрған комиссия мүшесі Игнатовтың мәліметтеріне қарағанда, Ләззаттың мәйіті бірнеше күннен кейін музыкалық училище жатақханасынан табылғанда, ол туралы жатақхананың 5-ші қабатынан құлап өлген деген қауесет таратқан. Осыған қарамастан, мәйітті Алматы облысы Панфилов ауданындағы Ақжазық Ішкі істер министрлігі мен Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері арнайы қарауылдап апарған. Ләззатты жерлеудің алдында денесін жуып жатқан кезде оның екі қолына кісен тағылып, ол жері көгеріп кеткені байқалады және бас сүйегінің шүйдесі ойылып кеткені анықталады. Осыған қарағанда, ол жазалаушылардың қолынан қаза тапқаны анық болады. Ал оған өтірік 5-ші қабаттан құлап өлген деген қауесет таратып жүрген болатын. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана шындық ашылып, қалпына келтіріле бастады. Ал достар, осымен видеомыз аяқталып бара жатыр. Ләззат Асанова сияқты халықтың қаһарман қыздары әрдайым ел есінде. Осыны ұмытпай жүрейік. Сіздермен болған қазақша арнасы.